Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу кестесі. Бір таңбалы сандардың қосу кестесін құруды үйренетін боламыз. Бірінші А тапсырмасында бос яшықтарға тиісті санды қой дейді. 9-ға қандай санды қоссам 11 шығады. 8-ге қандай санды қоссам 11 шығады. Міне ол үшін 11-ден 9-ды азайтамыз. Мәні 2-ге тең болады. Бос яшыққа 2 деп жазамыз. 11-ден 8 азайтамыз, 3 болады. 11-ден 7 азайтамыз, 4 болады. 11-ден 6 азайтамыз, 5 болады. Бұнда бұны былай айтуға болады. 11 бұл, мына жерде үлгіде көрсетілген. 11 бұл 9-ден 2 немесе 2-мен 9 сандарының қосындысына тең. Енді 12 шығу үшін 9-ға қандай санды қосамыз? 12-ден 9 азайтамыз, 3 болады. 12-ден 8 азайтамыз, 4 болады. 12-ден 7 азайтамыз, 5 болады. 12-ден 6 азайтамыз, 6 болады. Келесі 10 шығу үшін 13-ден 9 азайтамыз, 4 болады. 13-ден 8 азайтамыз, 5 болады. 13-ден 7 азайтамыз, 6 болады. Енді 14 болған кезде 14-ден 9 азайтамыз, 5 болады. 14-ден 8 азайтамыз, 6 болады. 14-ден 7 азайтамыз, 7 болады. Жерге 6 деп жазамыз. Сонымен балдар бұл жерде 14 саны шығу үшін 9-ға 5-ті қосамыз, немесе 5-ке 9-ды қосамыз деп айтуға болады. 13 саны 9-бен 4-ті немесе 4-пен 9-ның қосындысы деп айтатын боламыз. Келесі Ә пунктіндегі тапсырмаларды орындайық. 15-ге, 16-ға, 17-ге, 18-ге тең қосындылардың қосылғыштарын атады. 15 саны 9-бен 6-ның немесе 8-бен 7-ның 7-мен 8-ның қосындысына тең. Ал 16 саны 9-бен 7-ның 8-бен 8-дің 7-мен 9 сандарының қосындысына. 17 саны 9-бен 8-дің қосындысына 8-бен 9-ның қосындысына. Келесі 18 саны 9-бен 9-ның қосындысына. Екінші есепте бағам бойынша салыстырды. Екінші есепте мынау бойынша салыстыратын боламыз. 6-ға 5-ті қоссақ та, 5-ке 6 қоссақ та 11 шығады. Яғни 11-ге тең деп жазамыз. 9-ға 3-ті қоссақ та, 3-ке 9-ты қоссақ та 12 шығады. 2-ге 1-біріне тең деп жазамыз. 7-ге 6-ны қоссақ та, 6-ға 7-ні қоссақ та, мәні 13-ге тең болады, 2-ге тең. 8-ге 6-ны, 6-ға 8-ді қоссақ 14 шығады, 2-ге 1-біріне тең. Бұл жерде қосындының орындарын ауыстырғанымен қосындықтың мәні өзгермейді. Келесі үшінші есепте берілген теңдіктерді пайдаланып, әрбір қатардағы қосындылардың мәнін қалай табады? Арнайы кесте берілген, осы кестедегі есептерде қосындыларды шығаруымыз керек. Бірінші қатар, екінші қатар 6-ға 5-ті қосамыз. 6-ға 5-ті қосу үшін 6-ның қосындысы 5-пен 1. 10-ға кетіріп аламыз, 5-ке 5 қосамыз 10 болады, оған 1 қоссақ, мәні 11-ге тең. Келесі 7-ге 6-ны қосу керек. 6-ны 3-пен 3 деп жазып аламыз, 7-ге 3 қосамыз 10 болады, оған 3 қоссақ 13 болады. 8-ге 7 қосамыз, 7-ні 2-мен 5 деп 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, 10-ға 5 қосамыз 15 болады. 9-ға 8 қосамыз, 8 1-мен 7 деп жазамыз, 9-ға 1 қосамыз 10 болады, оған 7 қоссақ 17 болады. Енді екінші қатардағыларды жазайық. 2-ні біттік, 3-тегілерді жазайық. 7-ге 5-ті қосамыз. 7-ге 5-ті қоссақ, 5-ті 3-пен 2-ні қосындысы ретінде жазамыз. 7-ге 3-ті қосамыз 10, оған 2 қоссақ 12. 8-ге 6 қоссақ,
алтыны 2 мен 4-тің қосындысы түрінде жазамыз. 8-ге 2 қоссақ 10 болады, оған 4 қоссақ 14 болады. 9-ға 7 қоссақ 7-ні 1 мен 6-ның қосындысы ретінде жазамыз. Себебі 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, 10-ға 6 қоссақ 16 болады. Біз барлығын осы 10-ға келтіріп аламыз, сөзді бізге есеп шығады, оңай болады. Енді 8-ге 5-ті қостық, 4-ші қатардағы есептер. 8-ге 5-ті қоссақ 5-ті 2 мен 3-тің қосындысы түрінде жазамыз. 8-ге 2 қоссақ 10 болады, оған 3 қоссақ 13 болады. 9-ға 6-ны қосатын болсақ 1 мен 5-ті жазамыз. 9-ға 1 қоссақ 10 болады, оған 5 қоссақ 15 болады. 4-ші қатардағы 9-ға 5-ті қостық, 5-ті 1 мен 4-ті жазамыз. Себебі 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, оған 4 қоссақ 14 болады. Келесі 4-ші есеп. 11, 12, 13 сандардың қосылғыштарының біреуі 4 болатын 2 бір таңбалы сандардың қосындысын жаздық. 2 бір таңбалы деп отырғанымыз, ол мысалы 7 мен 4. Екеуі де бір таңбалы сан. Енді бұны қосу үшін 4-ті 3 пен 1 деп жазамыз. 7-ге 3 қоссақ 10 болады, оған 1 қоссақ 11 шықты. Міне 11 және оның қасына 4 бар, 4-ті қосқанда қалай жазуға болады деп сұрады. Енді 12-ні жазайық. 12 ол 8 бен 4-тің қосындысына тиеді. 4-ті 2 мен 2 де жазамыз. 8-ге 2 қоссақ 10 болады, оған 2 қоссақ 12 болады. Келесі 9 бен 4. 13-ті жазып жатырмыз. 4-ті 1 мен 3-тің қосындысы түрінде жазамыз. 9-ға 1 қоссақ 10 болады, оған 3 қоссақ 13 болады. 5-ші есеп. 5-ші есепте диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бердік. Мынау бізде 2-ші А сыныбындағы оқушыларға құрылған диаграмма, баған түрінде жасалған диаграмма. Ал екіншісі ол 2-ші Ә сыныбындағы оқушыларға жасалған баған түріндегі диаграмма. Бұл жердегі көк түстілер ұлдар саны, қызыл түстілер, сары түстілер қыздар саны. Бізден сұрақ сұрап тұр. 2-ші А сыныбында неше оқушы бар деп. Мына клеткаларды санаймыз. Жерге дейін санадым. 9 екен, оған 1-еуін қоссақ, 9 2-ге көбейтсек 18, оған 1-еуін қоссақ 19. Сонда 2-ші А сыныбында жалпы 19 оқушы бар екен. 2-ші Ә сыныбында санасақ 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. 8-ге көбейтсек 16, 16-ға 3-еуін қосып жіберсек, 2-ші Ә сыныбында 19 оқушы бар екен. Қай сыныпта қыздар саны артық дейді. Мен ұлдарды да қыздарды да санадым. 2-ші А сыныбындағы ұлдар саны 10 екен, қыздар саны 9 екен. Ал 2-ші Ә сыныбындағы ұлдар саны 11, қыздар саны 8 екен. Қыздарды салыстыратын болсақ, 2-ші А сыныбының қыздары Ә сыныбына қарағанда артық екен. Ал ұлдарды салыстыратын болсақ, 2-ші А сыныбының ұлдары 2-ші Ә сыныбына қарағанда кем екен. Ұлдарды салыстыратын болсақ, 2-ші А сыныбында 10 бар, 2-ші Ә сыныбында 11 бар. 11 ол, яғни 2-ші Ә сыныбында қыздар саны 2-ші Ә сыныбына қарағанда артық екен. Келесі 6-шы есеп. Бақта 17 адам жеміс жинады дейді. Оның 8-і балалар, қалғаны ересек адамдар. Бақта неше ересек адам жеміс жинады? Жалпы барлығы 17 адам, оның 8-і балалар. Ересек адам бізде белгісіз. 17-ден 8-ді айтамыз, сонда 9 адам шығады. Барлығы 17 адам болса, соның ересектер саны 9 адам. 7-ші есепте әр бағандағы қосындыларды салыстыр, өрнектің мәнін тапты. Мына бірінші қатарды шығарсақ 15 шығады, екінші қатарды да шығарсақ 15 шығады. 15 15-ге тең.
Келесі 9-ға 7 қоссақ 16, 7-ге 9 қоссақ 16. Екеуі бір-біріне тең. 9-ға 8 қоссақ, 8-ге 9 қоссақ та 17 шығады, екеуі бір-біріне тең. 8-ге 5-ті 8-ге қоссақ та 13 шығады, екеуі бір-біріне тең. 8-ші есеп. Өрнектердің мәнін өсу ретінде орналастырып, мақалды оқы. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Бірінші, мынау 9 қосылған 8-ді шығарады. 8-ді әдеттегідей 10 болатындай етіп қосылғыштарын жазып алады. 8-дің қосылғышы 1 мен 8. 9-ға 1 қосамыз 10 болады. 10-ға 7 қоссақ 17 болады. 6-ға 8 қосамыз. 8-ді 4 пен 4 деп жазып аламыз. 6-ға 4 қоссақ 10 болады. Оған 4 қоссақ 14 болады. 4 пен 8-ді жазатын болсақ, 4-ті 2 мен 2 деп жазамыз. 8-ге 2 қоссақ 10 болады. Оған 2 қоссақ 12 болады. Өсу ретімен жазатын болсақ, 12, 14, 17 деп жазамыз. 12 болады. Қандай сөз бар екен, соны жазамыз. Ақтарамыз. 14-те алаңмен деген бар екен, оны жазамыз. Үшінші, ол қорғаны. Сонда ата баланың қорғаны деген бізге керемет сөз шықты. Балалар, осымен біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.